Стив Джобс туралы сол сияқты табысты болу, бай болу туралы өзіңіздің ойларыңыз бар ма? Иә, соңғы каруселькам сол туралы. Тұрақты болу деп ойлаймын. Бір нәрсені тұрақты ұзақ жасау скучно болуы мүмкін. Мысалы, күн сайын спортпен заниматься ету скучно. Күн сайын пайдалы тамақ жеу скучно. Бірақ ең күшті бізге қажетті нәрсенің бәрі скучно, рутина арқылы беріледі. Прям іш пыстырарлық та, мысалы, күн сайын блог жүргізу, күн сайын бір нәрсені айту деп, андай, как будто күн сайын саған новый нәрсе керек сияқты жасайсың да. Жоқ, миыңа түсіндіруім керек сияқты, күн сайын новый нәрсе керек емес саған. Саған күн сайын қайталанатын рутина тоже жақсы. Ол да бақытты етеді адамды. Күн сайын қайталанса да. Стив Джобс не істеді деп ойлаймын, мысалы, оп деп ойлап тауып, оп деп алдымызға шығара салған жоқ қой. Бір нәрсені, мысалы, ұзақ уақыт бойы ойланды, жасады, күн сайын еңбек етті, командаға тернектеп, 1 адам, 1000 адам, 100 адам, 50 адам, миллион адам деп өйстіп жинады ғой деп ойлаймын ғой. Жайлап құрастырды, жыл сайын улучшать етіп жатыр өзін жасаған нәрсесін деген сияқты. И кез келген адам солай жасайды. Солай жасау сені бай етеді. В общем, бір нәрсе, бір идея, соны ұзақ жасау. Ішің пысып кетіп, каждый раз менять етіп, то Вайлберриске, то Каспиге, то анаған, то мынаған секіре беру. Жоқ сияқты, олай дұрыс емес сияқты.